Сәлем, қалайсыздар достар? Біздің Python бойынша білімді алып жатқан, оқып жатқан сіздерге үлкен сәттілік тілеймін. Енді жалпы бүгінгі сабақ цикл жайлы болмақ. Енді көп сұрап жатады. Цикл деген не? Енді жалпы мен кішігірім сіздерге не көрсетейін? Суреттер. Циклға байланысты. Мына суретке қарасаңыздар, цикл өзі атайды тұр. Яғни ол не істейді? Қайта-қайта айналып бір нәрсе орындалады деген сөз. Яғни айналып жатқан функцияларды қайта орындау деген сөз. Енді жалпы Python'да да цикл болады, бүткіл неде. Ол мүмкін for, ол мүмкін while болуы мүмкін. Енді жалпы сіздерге бүгін мен while өтемін. Сабақты бастамаспын. While циклдың бір түрі, яғни циклдағы оператордың бір түрі, және екінші for бар, ол for келесі сабақты өтеді. Енді сабақты бастамас бұрын мен біздің оқып жатқан студенттердің бір сұрағы бар екен. Or және notқа байланысты тағы да видео түсіріңізші дейді. Окей, сіздерге үлкен рахмет қолдауларыңызға. Енді мен or мен notқа байланысты бір видео түсіре салайын, содан кейін түсіндіре салайын, содан кейін while'ды жалғастыратын боламыз. Келістік қой. Ал онда кеттік, or және notты толықтай түсінейік. Жалпы, мысалы осындай жағдайлар болады. Бір адам болсын, иә? Адамның жасы бар. Year деген не алайық? Жасы мысалы 19-да болуы мүмкін. Сосын полы бар. Не әйел болуы мүмкін, не еркек болуы мүмкін. Gender. Ол болуы мүмкін string та, иә? Woman немесе man да. Біз woman деп алайық. 19 жаста қыз. Одан кейін нені алсақ болады? Аты жүр. Давайте woman осылай болсын. Енді мынандай жағдай болсын. Егер жасы, адамның жасы 20-дан жоғары болса, немесе ол қыз болса, яғни 20-дан жасы жоғары, немесе ол қыз болса, оған рұқсат береміз. Бір өтуге, бір жерден өтуге. Ал егер жасы 20-дан жоғары, жасы керісінше болмаса, онда рұқсат бермейміз. Осындай болсын, иә? If басайық. Year. Біз давайте наны жастарын өзіміз беретіндей қылайық. Просто input, өйткені string қой. Year не болу керек? Жасы 20-дан жоғары, немесе or gender не болу керек? Әйел болу керек, woman. Несі бұлай істеймін. Сонда біз не істейміз? Print. Рұқсат береміз. Yes. Else. Print no. Рұқсат бермейміз. Неде қате бар дейді. Кешірім сұрайық. Осы жерде тең-тең. Бір тең деген сөз ол присвоение, значение, яғни мәнді беру, айнымалға. Ал екі рет тең тұрса, онда тең ба, тең емес па, соны тексереді. Түсінікті ғой. Мысалы, жасы 21 болсын. Жасы 21 болса, и woman болса, өтеді. Бірақ бізде немесе деген бар, қайтадан компилят жасайық. Мысалы, жасы 19-да болсын, или 18-де болсын, и gender woman болса, оны өтеді. Түсінікті ғой. Егер екеуі де орындалмаса, онда өтпейді деген сөз. Or деген сол. Енді notты қай жағдайда қолдануға болады? Notты қай жағдайда қолдануға? Мысалы, осындай жағдайларда қолдануға болады. Мысалы, сен ер адам бол, Gender. Ер адам болсын. И бір салон красоты бар, тек қана қыздарға арналған. Түсінесіздер ғой, да? И бізге қарау керек. Егер ана ер адам, егер ана адамның полы ер адам болса, онда кіргізбеу керек. Яғни ер адам болмау керек деген кодты жазу керек. If егер gender тең емес, немесе былай жасаңыздар ғой, man дейсіздер да, и жақшаның сыртына not дейсіздер. Not gender тең manға. Яғни тең емес, manға тең болмау керек. Сонда біз не істейміз? Accept дейміз. Яғни өтті дейміз.
түсінікті ғой. Яғни ер адам болмау керек. Егер қалған жағдайларда print not. Яғни примерно түсінікті деп ойлаймын, керісіншені істеп жатыр. Яғни біз мысалы әйел адамды сұрау керек бізге, дұрыс па? А біз наоборот ер адам емес болу керек. Түсінікті ғой да? Сол бізде not. Жалпы осы notпен орға байланысты. Енді while циклға көшейік енді өзіміздің. Енді цикл дегенімізді жаңа айтып кеттім екен, иә? Енді қалай циклды қолданамыз? Тура if сияқты, бірақ циклда не істейді? Қайталанып отырады. Яғни функция оператор қайта-қайта қайталанып отырады. Бірақ бір условияда тоқтайды, яғни біз берген условияда тоқтау керек. Мысалы, самый бір классический вариант, ол бірден 10-ға дейінгі сандар шығады деген. Мысалы, бір n тең 10 болса, n-ға шейінгі сандарды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп шығарып отыру керек. Егер 100 десе 100-ге дейін шығарады, миллион десе миллионға дейін шығару керек. Енді біз оны 1, 2, 3, 4 деп жазып отпаймыз ғой. Сол үшін бізге не керек? Цикл керек. Енді қараңыздар. While бір a деген айнымалы алайық. A тең 0 болсын. Мен айтайын. A n-ға шейін деп аламын. Сосын a++. Ой, кешірім. A тең a+1. Және print a. 11-ге дейін шығарып қойды, nerede? Енді қараңыздар. Бұл не істейді? n тең 10-ға a-ның бастапқы мәні 0-ге тең. Дұрыс қой? A-ның бастапқы мәні 0-ге тең. 0 мен 10-ды тексереді, кіші ма? 0 10-дан кіші ғой, дұрыс па? Онда біздің циклдың іші орындалады. Іші деген мынандай табуляциямен тұрады. Сонда ішінде не бар? A тең a қосылған 1, яғни 1-ді қосады. Сосын не істейді? Шығарады, не 1-ді шығарады. Потом осымен былай бітіп қалмайды мынау. Циклдың басына келеді. A-ның мәні 1 болып өзгереді. Енді мына A-ны ұмытасыздар уже. Уже мынау жоқ. Операция мынау циклдың ішінде болып жатыр. A 1-ге тең. Тексереді. Қосады 1-ді, 2 болады. Солай айналып істеп отырады. Енді мысалы сіздерге басқа жағдайды көрсетейік. Бір санға дейінгі квадраттарды шығарайық. Бір санға дейін деген бір сан алайық. n тең int input. Жазып қояйын, санды енгіземіз. Мысалы, и айтам, осы санға дейінгі квадраттарды шығар деймін. While бір a болсын. A тең 1-ден басталсын. Не деймін? A көбейтілген a кіші немесе тең n-нан print a көбейтілген a тең a+1. Енді осы жерде осындай сұрақ туады. Не себепті? Мына жерде мысалы a тең a+1 мына жерде тұрды, ана жерде не үшін? Мен сіздерді бұл жақта шатастырайын деген ойым жоқ, наоборот түсінік қалыптастыру үшін. Неден кейін не орындалады? Бұл жақта соны түсіну керек. Мысалы a тең 1 болды. Мынау n деген біз любой сан енгіземіз. 10 болсын, 20 болсын, миллион болсын, иә? A көбейтілген a 1-ге 1-ді көбейтеді, n-нан кіші. Дұрыс қой? 10 n-нан кіші. Print a көбейтілген a. Яғни a-ны көбейтеді a-ға 1-ді. Егер біз нерде мынаны бұлай жазсақ, не болады? Қараңыздар. Ол бірінші не істейді? A-ны қосып тастайды, a-ның мәні 1 ғой. Потом барып көбейтеді. Яғни 2 болып кетеді ғой. A-ға 1-ді қосады, 2 болады a-ның мәні. 2-2 көбейтеді, 4 уже 4-тен баса келеді. Сол үшін біз не істейміз? Нерде орын ауыстырамыз. Түсінікті ғой, неден кейін не орындалады? Ол сіздерде әртүрлі жерден қарамайды. Ол пошагово оқиды. While деп оқиды ғой. While оқыды. Сосын мынаны оқиды, сосын мынаны оқиды. Сосын while екен біледі, қайттан циклды алдына барады, мынаны оқиды. Условия орындалса, ішіндегін оқиды. Егер условия орындалмаса, мысалы 4 a тең 4-ге тең болып кетсе, 16 болып кетеді. 16 n-нан кіші емес. Сол үшін цикл тоқтайды. Түсінікті ғой. Енді циклды тоқтатудың бір жолы бар. Ол break. Қазір break туралы айтатын боламыз. Break деген ағылшын тілінен аударғанда сындыру деген сөз. Немесе тоқтату. Егер грубо айтқанда. Сындыру. Сол, енді қазір циклды сындырамыз. Былайша
Давайте n тең. Давайте n емес. A тең. Int. Input. Бір сан дейіңіз. Тура жаңағы сияқты, бірақ бұл жақта енді бір условия қойайық. Енді қандай условия болсын? Мысалы, т деген сан болсын, т тең нөлге болсын. Адан т-ға дейінгі сандарда, егер кішкене қиындатайық есепті, адан т-ға дейінгі 3-ке бөлінетін сандарда шығарып шығайық бірінші. Қазір бірінші соны істеп көрейік. While т-дан а-ға шейін. Сосын не дейді? If егер а мод т 3 т мод 3 тең нөлге болатын болса, яғни т-дан 3-ке бөлгенде қалдық 0 болатын болса, print т деп алайық. И т-ны плюс-плюс деп алайық. Т тең т плюс 1. Енді бұл жақта барлығын тексеріп шығады. Яғни, мысалы, 11 болатын болса, 11-ге 0, 3, 6, 9. 0-ді не үшін алып жүр? Давайте 0-ді алмау үшін бірден басайық та, инаны былай істейік. 3, 6, 9. Жалпы осылай болды, я? Енді бұның басқа жолы бар. Қалай? Не істейміз? Т тең т плюс 3 дейміз. Инаны 0-ден басаймыз. Потом не істейміз? Инаны print дейміз. Бұл екінші жол. 12-ке дейін болып кетті. 11 дедік, 12-ке дейін болып кетті. Не себепті? Өйткені біз не істедік? Нерде қателік нерде? Енді осы жерде мынаны алмау керек, дұрыс па? 12-ні алмау керек. 12-ні алмау үшін не істейміз? Брейкті қолданамыз. If егер, мен мынандай бүйтіп жазамын. Егер т-мыз адан үлкен болып кететін болса, қараңыздар. Т-мыз адан үлкен болып кететін болса, не істейміз? Брейк дейміз. Міне, брейк осы жерде керек болады. Қараңыздар. Не үшін? Кешірімсің. 12 11. 3, 6, 9. Көріңіздер ғой, брейк не істеді? Брейк былай істеді. Бірінші 0-ді алды, дұрыс па? 0, 0-ден 11 кіші қосатын 3-ке, т-ға 3-ті қосады. Т-ның өзінің мәнін шығарады, сонда т-ның мәні 3 болады. Сіз тексереді. Бола ма? Т үлкен адам ба? Жоқ, пока 3 үлкен емес адам. Бұда брейк болмайды. Сосын print т-ны орындайды, 3-ті орындайды. Потом тура солай 6-ға келеді, 9-ға келеді. 9-ға келген кезде 9-дан 11 кіші ғой. Сосын 9-ға 3-ті қосады. Яғни т-ға тағы 3-ті қосады. Т-ның мәні 9 болды, 12 болады. 12 үлкен ғой адам. Дұрыс па? 11-ден үлкен ғой. Оны не істейді? Брейк дейді. Брейк болған кезде мынау жоқ уже. Мынау жоқ. Бүткіл программаны тоқтатады. Түсінікті болды деп ойлаймын, брейкті. Потом continue. Бір интервал болсын. А мен Б-ны аралық. Яғни А Б-дан кіші болсын. Мысалы, А тең болсын 5, Б тең болсын 17 болсын, я? Енді 5 пен 17 арасынан айтады. 10 және 12 сандарын шығармай кету керек. Тупо, просто 10 мен 12 сандарын шығармау керек. Ал қалған 5 пен 17 арасына бүткіл саны шығар дейді. Окей дейміз. Жарайды. While. Мен бүйтем. Уже бұл жақта тағы да бір айнымалы керек емес. Аны не ретінде қолданам? Итерация ретінде. А Б-дан кіші тең 17. If егер А тең 12 болатын болса, және Б тең А тең 10 болатын болса, не деймін? Continue. И қалғандарын print. Continue не істейді? Потом мынаны ұмытпау. А плюс плюс. А тең А плюс Б.
Мынау не істейді қараңыздар. Continue не істейді қараңыздар. 6, 7, 8, 9, 10, 10. Yapmaydı 10'da шығарды. Былай ғой. Мынау немесе болсын. Енді қараңыздар. А кіші басында 5 пен 17 болды, дұрыс па? Потом А кіші 17-тен ғой, 5 кіші ғой. Және 5-ке 1-ді қосамыз. 5 бұлай тұра берсін. Сонда не болады? А тең А плюс 1. Ой. Әсілерге түсінікті болышын. Біз деген жаңа басқа кернелге ауыстырып көрдім жаңа мен. Сөйтсем, системада қате кеткен екен. Енді continue не екен айтайын, қараңыздар. А не істейді? Каждый раз қосып отырады өзіне бірді. Енді біз бүйтеміз. А тең А плюс 1. Ну, нәрде түсінікті условия. Ішіне, егер осы орындалатын болса, ішіне кіреді. Циклдың ішіне. Циклдың ішіндегіні орындайды. Біріншісі А тең А қосылған 1, 1-ді қосады. Сосын тексеретін алған. Тең ба, тең емес па? Тең емес, екеуіне де 6 ғой. 6 тең емес қайсына. Ішіндегі орындалмайды, и аны шығарады. Енді сосын сөйтіп келіп, А не істейді? Қосылып отыр, 10-ға келеді. 10-ға келген кезде қараңыздар. А тең 10-ға келіп орындалып қояды. Ол не істейді? Continue дейді. Яғни continue деген бұна қарамайды, артында не тұр, астында не тұр. Бірден қайттан басына келеді. Print не істейді? Break не істейді не еді? Break не істейді? Ол тура қай жерде болып, сол жақтан сразу тоқтап тастайды программа. Ал continue циклды алады да қайттан басына алып келеді. Түсінікті ғой? Яғни мынада не тұрған қарамайды. Сосын 10-ды бізде не істемейді? Шығармай қалады. Continue деген осы. Сонымен жалпы бүгін не өттік? While өттік, break өттік и continue өттік. Келесіде for'дың керемет функцияларын өтетін боламыз. Келесі сабаққа қатысыңыздар. Обязательно өздеріңізге білім жинаңыздар. Біздің каналға жазылып, керемет ақпараттармен бөлісіп отырамыз. Және де тағы да бізде болашақта осындай жоспарлап жатырмыз. Интервью аламыз Python разработчиктермен, тағы да HTML разработчик, мықты разработчиктер, фронтенд, бэкенд, мықты разработчиктерден интервью алатын боламыз. Біздің каналда болыңыздар. Келесі кездескенше сау сәлемет.